Сәлем қыздар. Бізде Каспий банк арқылы 6 ай сайынғы налогты төлеуге болады. Ол үшін мына штрафы и платежи в бюджетке кіресіздер, налогияға кіресіздерде оплата налогов для организацияға кіреміз. Қай облыстансыздар, қай жақтансыздар, соны нақты жазасыздар. Мен Алматы облысы. И выберите тип платежа дейді. Біздікі код 101-202 мен қазіргі төлейінде отырған. Сол бойынша сіздерге бір көрсетіп өтейін. Бір үйреніп алсаңыз, ары қарай ешқандай қиындығы жоқ. Без комиссия еще. Вот. УГД осы Алматы облысы бойынша, менікі Жамбылский район. Бәрін өздеріңіздің нақты тіркеудегі адрестеріңізді жазасыздар, таңдайсыздар. То есть, не район тоже Жамбылский район и период. Мен жарты жылдықты төлейін деп жатырмын. Өздеріңіздің нелеріңізді жазасыздар. Міне түгел өздеріңіздің ипларыңыздың номерларыңыз жазасыздар. И сіздер алдымен қанша ақша төлейтіндеріңізді бірінші налоговыйға барып есептетіп аласыздар ғой. Сол бойынша төлейтін суммаларыңыз жазасыздар мына жерге. Менде 27.715 теңге төлеймін. Вот. Осылай налогымды төлеймін. Вот. Не индивидуальный подоходный налог. Вот, оплатит. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Келесісін төлеу үшін тоже осыған кіріп таңдайсыздар. Менікі 103-111 социальный налог. Тоже дәл осындай. Бұнда да мына жерде енді Алматы облысы. Вот, ары қарай өздеріңіздің райондарыңызды, тұратын жерлеріңіз бойынша таңдап жіберте бересіздер ғой. Вот, болды.